Сәлем бердім құрметті көрермен қауымға. Бисмиллахиррахманиррахим деп бүгінгі сұхбатымызды бастасақ, ата текке қалай жалғанамыз? Осы сұрақты өте көп адамның ойын мазалап, жанын қоярға жер таппай, кім болса да ізденісте жүргені белгілі. Осы уақытқа дейін менің эфирлерімді кім мұқият тыңдап келе жатқан болса, көп нәрсені түсініп, істер алға басып, ақ пен қараны ажыратып, көп білім алып, амалдар жасап, тәуба неше жылдан бері амалдар жасап, жақсы бір деңгейге көтеріліп алғандар бар. Ал ақ пен қараны ажырата алмай, ақ түс, көк түс, жасыл түс, әрқайсысының есебіне қисабына жетпей, қиналыспен жүргендер, өзін танымай, әркімнің сөзіне еріп қиналыста жүргендер өте көп. Және тағы да соңғы келген мәліметтер, одан алдында білетінмін, қазіргі ұрандатып жүрген және ата текке жалғаймын деп өте көп бақсы, балгерлер, коучтар елді адастырып, өзі адасып, елді адастырып, жамандыққа адамдарды шақырған сайын шақырып, ақшаның соңына түсіп, қиналған сайын қиналтып жатыр. Ол жын перілердің арбауына түсіп қалғандар, соларға сеніп, ақшасын шашып, солай қиналысқа түсіп жатыр. Сол бойынша бүгін осы бір сұхбатты алып шықсам. Сонымен маған тез сөйле деместен, жақсылықты іздегендер әрбір сөзімді мұқият тыңдап, содан нәтиже шығарады. Ал тез сөйле деген кезде бұл жер дүниетанымдық, білім, ілім, ғылымды үйрену сабақтар өтіледі. Ол бір-екі сөзбен айтылатын дүние емес, ол ұзақ түсіндіріледі. Әрбір заттың түбіне үңіле отырып, әрбір істің мән мағынасын шағып отырып, көрсетіп түсіндірмесе, адамның мына миы деген қазір жастар қарамайды, оларға басқа дүние керек. Қазір жасы келіп, жақсылықты іздегендер ғана, бірақ миына, ақылына, жанына, жадына керек емес информацияларын бәрін жинап алды да, өмір бойы жиған. Білім алуға, ғылымды, ілімді ашуға олардың миы жетпейді. Миындағы, ақылындағы, жанындағы память дейді ғой, толып қалған. Сондықтан менің түсініп жатқан дүниелерім оларға сыймайды, кассетаның ішіне сыймайды да, флешканың ішіне сыймайды, оны лақтырып тастап отырады. Блокқа түсіп қалады. Сөйтсе маған қарсы шығады. Шықсаңыздар, шыға беріңіздер. Ізденген адамдар, миын тазалап, жақсылықты іздегендер, жамандықты тәрк етіп тастап жатқандар, олар барлығы жақсы түсініп, әрі қарай бір айтқаннан түсініп, әрі қарай алып шығып жатыр. Енді қараңыз, ата текке қалай жалғанамыз? Алданбау үшін, сіздің ақылды болып, жақсы дұрыс істер істеу үшін бүгін жақсы бір ақыл жол көрсетемін, бағыт бағдар беремін. Бірінші болып біздер ата текке жалғану үшін өзіміз танимыз. Өзіңді танығанда, өзің кімсің? Неге келдің бұл өмірге? Ұлтың қандай? Затың қандай? Әйелсің бе, еркексің бе? Қандай жұмыс істеуің керек? Алға қойған мақсатың қандай? Миссияң, арманың қандай? Солардың барлығын жіктеп, қолынан не келеді? Қандай өнер түрлері қолынан келеді? Солардың бәрін біліп, танып, өзіңді жақсы көре отырып, сосын барып ұлттығыңа аяқ басасың. Кімсің? Қазақсың ба? Қазақ деген ұлттық мүдделерді, ұлттық құндылықтарды меңгеру талап етіледі. Өзің қазақ болмай, сен ата текке жалғана алмайсың. Себебі сен Құдайдан қазақ болып жаратылдың, өмірге қазақ болып шежірелер, жеті атаң арқылы, жеті атаң ол берілді, жеті ұрпағың ол берілді, ру, солардың барлығы саған берілді. Солардың бәрін түгендеп, қай рудан кейінгі аталар,
барлығын білу шартсың. Өзіңді таныдың ба, одан кейінгі құндылықтар мына киім, ұлттық киім болып саналады. Ұлттық киіміңді түгендейсің. Сосын барып тіліңді түгендейсің. Өзіңнің ұлттық тіліңді сүймей, сен ары қарай жоғары көтере алмайсың. Сосын ұлтқа байланысты құндылықтар, киім, салт дәстүр, әдеп, ырым тыйымдар, аспаптар. Солардың барлығын жақсы көріп меңгеру керексің. Қолыңнан домбыра шерту келмесе де, шаңырағың төрінде ұлттық аспабың тұрсын. Қобыз да ұлттық аспапқа жатады, және домбыра. Осы екі зат, және ұлттық киімдерің, қамшы дейді, тағы басқа заттар, ұлттық құндылықтар шаңырақта болу керек. Оны жақсы көріп игеруің керек. Соларды ескіліктен келе жатқан заттай руханиятты да бірдей алып жүруің керексің. Ары қарай тарихыңды біл. Тарихты білген кезде шежіре, ру, одан кейін тұқымдағы асыл тектілерді түгендеу. Сенің ата бабаң кім болған, атаң кім болған, әжең кім болған, қандай қасиеттер болған, соларды іздестіре жүр, сұрастыра жүр. Әке шешеңнен сұра, ата әжелеріңнен сұра, тума туыстан сұра, әженің көзін көрген, жақын әже аталарыңа жақын жүрген ағайындар бар ғой, солардан сұрастыр, соларға бар. Солардан сұрастырып, әжең, атаң қандай адам болған, соны сұра. Олардың, үлкендердің көзі кеткеннен кейін барлығы ақиқат мұраға қалады. Солар біреу емес біреуі әйтеуір бір жерден шығады, кімнің қандай болғанын. Солардың бәрін түгендеп, жақсы көре отырып, құрметтеп, аруақтың тізімін түгендеп, аруақтарды Құранға қосу керек. Бұл туралы айтамын. Қазақтың іргетасын қалаушылар, асыл тектілер, солардың еткен еңбектері, өмір баянын білу, жақсы көру, соған қарап бой, ой, діл түзеу, үйрену, солардың істеген ісін білгеннен кейін соларға ұқсап бағу, солардың басқан ізімен жүру, сөйлеген сөзі, қалдырған, шығарған өлеңдері өте көп, дастандар, жыр, дастандар қалдырды. Солардың оқып, жадымызға түйіп, барлығын жаттап ала алмайсың әрине. Солардың мазмұнын біліп, олар қалай сол жетістікке жетті, олардың өлеңдері не үшін бізге мұраға қалды, және олар өмірінде қандай жақсылықтар істеді. Олар өзінің қара басына істеген жоқ. Ол халық үшін, әрбір адам тағдыры үшін, ауыл, аймақ үшін, қазақ ұлтының осы өмірде тұрақтап қалуы үшін, салт дәстүрдің ұрпақтан ұрпаққа аман есен жетуіне өте үлкен орасан еңбектер істеді. Сен мен біздің қазір аман есен, сап-сау, әдем болып, түріміз бұзылмай, тегіміз бұзылмай, қанымыз бұзылмай, әп-әдем болып келгеніміз солардың еңбегінің арқасында. Солардың қара тері, ағызған қаны, күнімен түнді түнімен ұйықтамай еңбек етіп, жамандармен соғысып, бізге орасан еңбек етіп, өмір бойы халқым елім деп, сондай бір керемет фундаментті бізге құйып беріп, ары қарай жалғастыру жолын бізге тастап кеткен аталарымыздың еңбегін мақтан етіп, еске алып, жақсы көріп, ізденіп, мен осы каналымда өте көп нелерді, ата-бабаларымыздың, үлкен әулиелердің, батырлардың өмір баянын салып жүргенім бекер емес. Соларды өзім оқимын және басқаға танытып жатырмын. Солардың өмір баянын біле, сіздер соларға ұқсап өзгерсін деген ниетпен салып жүрмін. Сіздің жаныңыз, жан дүниеңіз қаншалықты бай болса, соншалықты сіз жақсы мұрагер боласыз, және мұраға өте тамаша, өте құнды, бай, қазыналарды мұраға, рухани байлықтарды мұраға қалдырып отырасыз. Одан кейін сол әулие аталарымыздың, батыр бабаларымыздың, хандардың істеген ісін бойымызға сіңіріп,
соларға ұқсағымыз келіп, ары қарай қайраттанып, ары қарай ісін жалғастыру біздің міндет болып саналады. Сосын тазалану. Қалай тазаланамыз? Тазаланған кезде біз бірінші болып кәлима шахадатты келтіріп, Алланың бұйырған 5 парызын орындауға әрекет етеміз. Одан кейін былайша Құдайдан кешірім тілей беру керекпіз. Құдайдан кешірім тілей беру керекпіз. Себебі біз таңертеңнен кешке дейін қандай іс істедік, біз білмейміз. Кіммен қалай сөйлестік, қалай жүріп тұрдық, жақсы сөз сөйлеп жатырмыз ба, жоқ жақсы ой ойлап жүрміз ба, оны білмейміз. Сол үшін Құдайдан біліп білмей істеген қателіктеріміз үшін және ата бабамыздың істеп кеткен қателіктер үшін біз кешірім тілей беру керекпіз. Өзгелерге істеген қиянатымыз, жамандығымыз, тигізген тіліміз, істеген істеріміз туралы, өзіміздің жүріс-тұрысымыз арқылы істеген сұмдықтарымызды кешірім тілей беру керекпіз. Егер кешірім тілей бермесек, біздің басқан қадамымыз күлге айланады, отқа айланады. Сөйтіп жан-жақтың бәрін бүлдіріп тастаймыз. Кешірім тілей берсек, біздің басқан қадамымызға гүл бітеді. Құдайға жақындай түсеміз. Тазалану, әруаққа жалғану әрдайым болған. Әруаққа жалғану әрдайым болған. Қалай? Сіз қазірдің өзінде әруаққа жалғанып тұрсыз. Қалай? Қазір сіздерге түсіндіріп айтамын. Әруаққа ата-бабаның қиындығына жалғанып тұрсыз. Қалай? Соңғы 100-150 жылда былыққа әбден батқанбыз. Әке-шешеміздің кеңес үкіметі тәрбиесімен тағадастық, және әке-шешеміздің ата-бабамыздың жеті-атадан келе жатқан арасында бар ғой, солардың күнә қателіктері кешірілмей, амалда жасалмай, өздері тірі кезде оны біліп-білмей істемей, біліп-білмей істеп, қателіктердің барлығы сандыққа жиналып, ұрпаққа жүк болып, содан қиналып, қор болып, былыққа батып, сосын барып, ол бізге мұраға қалып, әбден қиналғанда, сол қазіргі таңда қалай оларға жалғанып тұрмыз? Денсаулық бүлінген, әртүрлі жаралардың кесірі, мүгедек болып туылу, бұлардың барлығы өзінің де кесірі болуы мүмкін, және атаудан келе жатқан қасіреттің кесірі де болуы мүмкін. Және ол бір мағынада айтылмайды, бұл өте көп тармақталған. Сосын тазалану. Қысқасы, сол әке-шешеден де келе жатқан, әке-шешенің де қателіктері дәрет алмайды. Мысалға да жалаңбас жүреді өте көп апалар, көкелер, басына кепкасын киеді, шашын қырқып, бояп, шалбар киіп, қазірдің өзінде әже апалар қателіктерін білмейді, сайтанның жолына түсіп, қор болып жүрген өздері білмейді. Сосын әке-шенің кеңес үкімет тәрбиесімен тағадастық дейді. Оның бәрін қалай тазалаймыз? Енді қараңыз, мен сіздерге айтайын. Мынау ата тек дедіңіз, мынау жеті атамыз. Жеті атамыздың киімдерін жақсылап қараңызшы, қандай көркем, қандай сұлу, өте тамаша. Олардың барлығын нелерін меңгерген, киімдерін қараңыз. Менде маған көрінген өз аталарымның барлығы осындай болып жүр. Ал қазіргі аталарымыз, тірі қарияларымыз қалай киініп жүр, соны айтыңызшы. Қазіргілері осылай киініп жүр ма? Осындай сыртқы пішіні осындай болған. Менің мысалыға сол кеңес үкіметінде қайтыс болған 70 жылға дейін, 80 жылға дейін қайтыс болған аталарымды көз алдыма елестетсем, олар осындай киінген екен. Менің Мүтәліп атам да осындай киіммен қайтыс болды, аяғында саптама етік болды. Және Жұман атамды мен көрген жоқпын, 70 жылдары қайтыс болып кеткен. Мен кішкентай шақалақ кезімде қайтыс болып кеткен. Бірақ мен көз алдыма осылай елестейді. Ал қазіргі 50-ден асқан аталар, 50-ден немере сүйген ерлер, еркектер осындай киім киіп жүр ма?
Ол жоқ, олар шортимен жүреді, майкамен жүреді, басында кепка кимесе жалаңбас бұт жүре береді. Қалай мынандай қылып көз алдыңа елестетеді? Сенің немерең өсіп келе жатыр, ата дегенде сенің олардың көзіне мынандай елестемейді. Шорттимен майкада жүрген бір бейбақ көз алдына елестейді. Сондықтан айналған ерлер, әйелдер естерін жиыңдар. Қараңыз, енді ата текке қалай жалғанамыз? Міне аталардың түрі қандай көркем, қандай сұлу, жақсылап қарап алыңыздар. Міне ата деп осыны айт. Ата текке мына ғұлама өмір бойы білім іздеп, Құдай іздеп, құлшылық жасап, өзіне де жақсылық істеп, өзгеге де жақсылық істеген ұлық ғұлама атамыздың бірі. Енді қараңыз, батырлар. Батырдың түрі қандай? Қараңыз. Қайтсеңіз де өте сұлу. Бұндай мүсіндегі батырды кім жақсы көрмейді дейсіз? Бәрі де жақсы көреді. Менің өзім өте жақсы көремін осындай киімдегі, мақтан тұтамын. Қараңыз. Жан-жағындағы үйді қараңыз, мынау үй түтін шығып жатыр, жылқы, мынау қалай күшті, әрі қарай. Мынау соғыста сұхбат құрып отырған стратегия, тактиканы бір ақылдасып отырған, ананың басына үйтіп шабамыз, мынаны бүйтіп өлтіреміз деп, мына батырлар қолбасшымен осылай шырағдан қойып, осылай ақылдасып отыр. Шырақ жақпаңдар, ол дұрыс емес деген салафиттердің сөзіне ере бермеңдер. Міне, мынау сияқты әркімнің сөзіне еріп, былыққа батпаңдар. Әркімді өзіңнің басыңды істет. Өзің басың істет. Одан кейін мына хан, Әбілқайыр хан, Абылай хан, Тәуке хандардың мүсіні осындай. Қайсың осындай болып, күшті болып жүрсін. Міне осындайға қалай жалғанбасқа айтыңызшы. Осындайға жетісу керекпіз, осындай жетістікке жету керекпіз. Міне, батырлар арқасындағы әскерді көрдің ба? Қараңыз, қалай тамаша. Қабанбай батыр, арқасындағы Бөгенбай батыр, тағы бір батырлар. Қалай мақтан тұтпасқа, қалай осыларға жалғанбасқа айтыңыздаршы. Міне соғыстағы керемет жағдайлар. Тамаша, қараңыз. Аттың құлағында ойнайды. Бұлармен бірге соғысады ғой, қарасайшы. Аттың өз әулие қойы. Қарасаңдаршы. Ал әйелдерімізше. Міне, әйелдердің түрін қараңыз. Қазан асып, қыздарымыздың басында бөркі бар. Міне, осындайға әйел заттар жалғану керек. Қалай жалғанамыз, ал айтыңдаршы, қыздарымыздың түрін қараңыз. Міне, қыз елдің көркі, жаңбыр жердің көркі дейді. Міне, қыздарымыз осылай сұлу қылып, осындай білдемен білдеге орап өсіру керек. Ал келіндерімізше, міне, кімнің келіні осындай, айтыңдаршы. Бесікте баласы, өзі жаулықты, шашын өріп әдемі. Қазіргі келіндер қандай? Майка, шорти, тиктокты бермейді, инстаграмды бермейді, жыртың, сұмдық. Ондайлар қалай олар ертең күні ана болады, айтшы. Олар ада емес, ол шайтандар, шайтаннан шайтан толады. Мен сендер беттерің айтамын. Әркімнің сөзіне еріп, қойшы деп, тылсым күште ол жындар сыбырлайды, сайтандар, перілер сыбырлайды. Тірілерден подушкаларың, жынды атаның, қойшы соларды оттай береді дейді. Міне, жынның алдында отырып, жынның сөзін тыңдағандай. Міне, жынның сөзін осылай тыңдап отырсыңдар. Одан кейін қазіргі тырнағы сояудай жалаңбас, жалаңбұт жүрген қайнене бар, құдағилар бар, келіндер бар. Барлығы осындай кейіпке өлген кезде осылай қайтадан оянады. Жан керек болған екен, олар періге қызметке тұрады. Міне, еркектердің сиқы мынау. Жыланға оратылып, қор болып жатыр. Атаудан келе жатқан жүктің түрі мынау. Осылай қиналып,
жүкті иығымызға артып, кешірім олар үшін де тілемей, өзіміз үшін де тілемей, және тапқан табысымыздың Құдайдың берген нәпақасын Құдайдың өзінен қызғанып, ешкімге ештеңе бермейміз, садақалар бермейміз. Енді қараңыз, қалай тазаланамыз, қалай айтыңдаршы. Сіздерге айтайын. Бірінші болып үйде жабық киініп, қазақылыққа бет бұрып, қазақ ұлттығыңды түйгендеп, ұлтыңды жақсы көріп, дініңді жақсы көріп, шаңырағыңды барлығын қазақша киінтіріп, қазақша сөйлетіп, өзіңнің ұлтыңды жақсы көрмесең, ұлтқа қызмет еткен, қазаққа қызмет еткен мына батырхандарды жақсы көріп, солардың тарихын білмесең, ұрпағыңа үйретпесең, сен қалай ол ата текке жалғанасың? Ол сен жалғыз сен ғана жалғанбауың керексің. Сен арқылы бала-шағаң жалғану керек, немерең жалғану керек. Өзіңді үлгі болмай сен қалай басқаларды не аласың? Одан кейін әркім өз үйінде бәрін түгендеп, келіндер, әйелдердің барлығы жаулықты болып, қыздардың бәрінің басында тақия бөрік болып, шаштарын өріп, әп-әдемі болып, сосын барып дәретпен жүрген шаңырақта құрбандықтар шалынып, Құдай астар беріліп, сосын мынандай ата-баба әруағың тізімі төрде тұрсын. Ата-баба әруағың тізімі төрде тұрып, солай әрдайым шелпек оқыды ма, мынандай файлға салып қойыңыз, пленкамен қаптап қойыңыз, ол шіркітпейді. Әр жері су тисе де аман қалады. Сөйтіп шелпек пісірдің ба, Құран ба аштап атсын ба, Құранның соңын әлбетте әруақ тізімін оқы, тілеуін тіле. Одан кейін шырақ жаққанда да Құран ба аштайсың, соның ата-баба әруағының тізімін оқып жібересің. Одан кейін құрбандық шалу. Құрбандық шалған кезде, енді бұл өте үлкен мәселе. Құрбандық шалған кезде бірінші не болады? Қала деп ол қашады, жабық ол киінбейді, дәретсіз ол жүреді, намазы ол жоқ. Ондай шаңырақта құрбандық шалынбайды. Өзіңді түгендемей, жан-жағыңды түгендемей, өзіңнің аулаң болмай құрбандық шала алмайсың. Сондықтан мен сіздерге үгіттеймін, қалалық жерден ауылдық жерге көшіңіздер деп үгіттеймін. Ауылда үйім жоқ деп ақша жоқ, мүмкін ол сылтаудың көкесі шығар. Жер үйде жасап жатқандар өте көп. Енді қараңыз, сосын діннен, шариғат, әруақтан хабары жоқ. Жынның жетегінде кеткен қазақ қалай тазаланады? Айтыңдаршы, жынның жетегінде кеткен қазақ қалай тазаланады? Ата-бабамыздың жасаған жақсылығына жалғануға, ата текке жалғануға қашан қалай жетеміз? Өзімізді түзейміз, мұраға қалған жетістіктің қадіріне қалай жетеміз? Қараңыз, кейбір кешіріңдер, ақылы кемдер қалай ойлайды? Қалай болса солай, мен жалғана саламын. Мейлі жалған, бірақ біреулер қазір сол ата тектен келе жатқан жақсылықты жеп тойып құтырынып жүр. Ақша, дүние, мансап, оларға ата тек керек емес. Солар арқылы жақсылықтың бәрін алып жатыр, бірақ сол аруақтың өзін менсінбей, жақтырмай өзінше болып жүргендер көп. Олардың беріп жатқан жақсылығы ертеңгі күні таусылады, қайда барып тығыласың? Ол дұрыс емес. Құдай беріп жатыр, денсаулықты да берді, ақылды да берді, мансап. Ал сен аласың, шиесің, шегесің, беріп жатқан нығметтердің басынан тебесің. Сөйтіп жамандыққа ұрынасың дағыны, қолда барды алтынның қадір болмай қорлыққа түсесің. Одан абай болу керек. Әрбір нәрсенің, әрбір адамның, қасында жүргендердің де қадірін біл, аруақтың да қадірін біл, періштелердің де қадірін біл, Құдайдың беріп жатқан нығметтерін біл. Көп адам қазір Құдайға қарсы шығып, араб қолы тағы тәңірит деп екі бөлініп алып, бір-бірімен соғысып жатыр. Екеуіндікі де дұрыс емес. Екеуі де бір-бірімен бас істемеген екен, соғыса береді. Олай дұрыс емес. Сосын тәубеге, тағы да айтамын, тәубеге таяну.
кешірім тілей беру, өзін тәрбиелеу, құлшылық амалдар жасай беру, құрбандық шалып, шаңырақта Құдай ас беріп, Құран баштай беру керек. Сосын көпшілік адамдар қазір әулие жағалап кетті ғой. Әулие жағалған кезде қалталылар құрбандық өз атынан қой құрбандық шалып, сол әулие аталарда таратып, сол жерде тастап кетіп жатыр. Ол дұрыс, әрине, бірақ ол Құран башталу керек. Әрбір нәрсенің қағидасын мен сіздерге үйретіп көрсетіп жүрмін. Әрбір әулиенің басында қазір барлық жағдай жасалынған. Қойынды апарып қойып қояды, гостиницаларды құрылған, өте көп мәселелерді, жағдайларды жасап қойған. Сол малды бағасымен келісіп, қасапшы бар ма, барлығы сол жерде жүр. Ақшасын төлейсің, орындап береді. Бірақ сізде әлбетте өз ата-бабаңыздың әруағының тізімі болу керек. Соны оқып, Құдайдан тілеу керексіз. Әулие аталарға, сол жердегі әулие аталардың атын атайсыз. Солардың құрметіне менің ата-бабам жарылқансыншы, күнәлары кешірілсінші, оларда сол періштелік деңгейге, әулиелердің деңгейіне көтерілсінші деген тілек сізде болу керек. Және әулиелер сіздің ата-бабаңыз әулиелерге жалғанып, солардың қатарына қосылар болса, онда сіз өте тамаша, текті ұрпақ болып жалғасын табатын тамаша адам болып шығасыз. Сіздің де ұрпағыңыз керемет, жолы болғыш, сәтті адам болып жетілетініне сіздің көзіңіз жетеді әлбетте. Құдай оны ескерусіз қалдырмайды. Сынақтармен араға жылдар салуы мүмкін, бірақ түбінде жеңіс пен жеміс сіздікі болады. Одан күмәніңіз болмасын. Сосын солай ғана сіз ата-текке жалғанасыз. Солай, басқа жолы жоқ. Құран түсірете беру керек. Егер өзіңіздің қолыңыздан келмесе, сондай жұмыстармен айналысатын адамдар бар. Әбден тексерістен өткізіп, соларды жасап беретін адамдарға тізіммен қосып тапсырсаңыз, сізге орындап береді. Өзіңіз келіп қатыссаңыз да болады. Бірақ сізде әлбетте түгенделулер болу керек. Бойыңызда дәретіңіз болу керек, жабық киіміңіз болу керек, Құдайға деген сүйіспеншілігіңіз, Құдайға деген талпынуларыңыз болу керек. Және өз ата-бабаңызды жақсы көре отырып, мейлі ол жаман, тірі кезде жаман болды, жаман істер істеді, олардың бәріне қарамастан Құдайдың өзі реттеп отырады. Егер намазыңыз болса, Құдайдан тілеп отырып, амалдар жасай берсеңіз, Құдай өзі түс арқылы қай әруақ қандай жағдайда болды, және олардың кім кешірілді, кім жұмаққа кірді, солар туралы түс арқылы не алып отырасыз, хабар алып отырасыз. Садақаларыңыз болу керек. Менің командам, Құдайға шүкір, сондай істерді толықтай атқарып жатырмыз. Өте көп адамдардың жағдайын жасауға әрекет етіп жатырмыз. Бір Аллаға тәуекел етіп істей береміз. Қасапшы жігіттерде, Құран бағыштаушы жігіттердің де намазы бар. Істеген жақсылықтар өте көп. Ниеттер өте түзу. Құран оқыса да, біреуге жақсылық істесе де, шын ниетімен жақсы көре отырып істейді. Өте ақ көңіл жігіттер. Әрбір заттың түбіне үңіліп, хикметін іздеп тұратын жігіттер. Жақсылық болса екен деп, шын ділмен Құранды бағыштап, сол бір жақсылықтарды хабарын алып жатсам, мен оларға әлбетте бөлісіп қоямын WhatsApp-ында. Сондай мына құрбандық шалып еді, мынандай бір жағдай орын алды, мынандай бір жақсылық келді деп айтып отырмыз. Сонымен қазағым, аман есен болыңыздар. Бүгінгі сұхбатым сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Біз қызметтеміз, халық үшін қызмет істеп жатырмыз. Өлілгенше, денеміз кіргенше, тірінің де жағдайын жасаймыз, аруақтың да жағдайын жасаймыз. Біздер сол
халықтың қызметін істеу үшін жаратылған адамдар екенбіз. Құдай күш қуат берсін бәрімізге, шаршамайық. Құдайдың бергенін Құдайдың өзіне беруге тарылмайық. Сау саламатта болыңыздар.